Ninja tasbakalar kanalizatsiyaga үйреніп қалған. Қараңғы және лас болса да, олардың iyi еді. Bir күні таңғажайып оқиға болды. Олар мүлдем жаңа әлемге тап болды. Барлығы текшелерден жасалған. Ағаштар, шөп, тіпті суда текшелерден тұрғандай көрінді. Ковабунга, деп айқайлады Микеланджело. Бұл жер қандай таңғажайып, зерттеп көрейік, деді Леонардо. Әрқашан көсем. Олар осы таңғажайып әлемді шарлауға кірісті. Бұл керемет оқиға болатын еді. Тасбақалар орман ішінде жүрді. Барлығы шаршы текшелерден жасалған. Ағаштардың жапырақтары да, алмалары да шаршы пішінді еді. Қызық, бұл алмалардың дәмі қандай болар екен, деп ойлады Микеланджело дауыстап. Ақылды Донателло сенімді таяғын алып ағашты құлатты. Біз мұны баспана салу үшін пайдалана аламыз, деді ол бауырларына. Рафаэль пицца жегісі келетінін айтып, реніш білдірді. Бірақ Леонардо дайын болу керектігін білді. Олар ағаш жинап, кішкентай ағаш үйшік салды. Ол кішігірім болғанымен түнде оларды қорғайтын еді. Келесі күні таңертең тасбақалар Майнкрафт әлемін одан әрі зерттеді. Олар биік тауды кездестірді. Таудың етегінде қараңғы үңгір болды. Кіріп көрейік, деді Микеланджело. Үңгірдің іші қараңғы және қорқынышты еді. Бірақ тасбақалар батыл болды. Олар нинджа шеберліктерін пайдаланып, қорқынышты өрмекшілермен күресті. Содан кейін олар таңғажайып нәрсе тапты. Үңгір гауһар тастарға толы еді. Бұлар өте бағалы, деді Донателло. Біз оларды жақсы құралдар жасау үшін пайдалана аламыз. Тасбақалар бірнеше гауһар тастарды қазып алып, үйлеріне оралды. Олардың әлі де көп жұмысы бар еді. 4-ші бөлім текшелі көл жағасында. Ұзақ уақыт бойы кен өндірумен айналысқаннан кейін тасбақалар демалуды жөн көрді. Олар көл тапты. Су текшелерден жасалғанымен өте мөлдір және көк түсті еді. Микеланджело шыдай алмады. Ол бірден суға секірді. Бұл су керемет, деп айқайлады ол. Басқа тасбақалар да оған қосылды. Олар су шашып ойнады. Бұл олардың басынан кешкен ең қызықты ойын еді. Содан кейін Донателло қармағын шығарды. Ол қармағын суға лақтырды. Кенеттен ол бірдеңе елінгенін сезді. Ол қармағын тартты, ал оның ұшында балық болды. Бұл пиксельді балық еді, бірақ балық. 5-ші бөлім текшелі қарсы алу. Тасбақалар саяхаттарын жалғастырды. Олар бір ауылға тап болды. Үйлер кішкентай және текшелерден салынған еді. Бірақ ауыл тұрғындары мейірімді болды. Олар тасбақаларды ашық қолмен қарсы алды. Ауыл тұрғындары аласа бойлы және текшелі болды. Олардың үлкен көздері және кең жүздері болды. Олар тасбақаларға тамақ берді. Тамақ ерекше еді. Ол нан және печенье деп аталды. Бірақ тасбақалар бұрын соңды мұндай нан немесе печенье көрмеген еді. Бұл өте дәмді, деді Микеланджело, аузына тамақ тығып. Тасбақалар күннің қалған бөлігін ауыл тұрғындарымен ойын ойнаумен өткізді. Олар бұрын соңды мұндай мейірімді адамдарды кездестірмеген еді. 6-ші бөлім 8 аяқты қорқыныш. Кенеттен қатты айқай естілді. Алып өрмекші пайда болды. Ол өте үлкен және қорқынышты еді. Оның 8 аяғы және 8 көзі болды. Және ол өте ашулы еді. Алып өрмекші ауылға шабуыл жасады. Ол көзге көрінгеннің бәрін қирата бастады. Ауыл тұрғындары қатты қорқып кетті. Олар үйлеріне қарай қашып кетті. Біз оны тоқтатуымыз керек, деп айқайлады Леонардо. Тасбақалар қаруларын алып шықты. Олар нинджалар еді, және олар шайқасқа дайын болды. Алып өрмекшімен күресу оңай болған жоқ. Бірақ тасбақалар батылдықпен күресті. Леонардо катаналарын пайдаланып, өрмекшінің аяқтарын кесіп тастады. Рафаэль сайларын пайдаланып, оның көздеріне шабуыл жасады. Донателло таяғымен оның басына ұрды. Ал Микеланджело болса, айқайлап, оған пицца лақтырды. Ақырында ұзақ және ауыр шайқастан кейін тасбақалар алып өрмекшіні жеңді. Олар ауылды құтқарды. Черепашки ниндзя Майнкрафта, блокты әлемге сүңгиді. Орманда тауды зерттеп, қасымнан іздейді. Сен де қосыл бірге ойна, батырларға сенім арт.
Sen Rafa, jauhingir Geendig tengse Eeuw siyahttan kılıçta Kaniki bir köstemin Seni korsa birge oyna Batırlar ha seni mart